Бойдақтың базарлығы. Сіздердің не ойлап не қоятындарыңыз білмеймін. Ал мына мен әйел болып тұрмыс құрып, жар құшып, бала туып жанұял болайыншы деп ойламаппын да. Үстімде үйім, астымда көлігім. Ішкенім алдымда, ішпегенім артымда, өзім бей, өзім қожа. Мына мен үшін күйеуге шығып, тұрмыс құрып, таңертең ерте тұрып, сиыр сауып, ата-ененің көңілін тауып, отын шауып, самауырға шай қойып, мал мен байды шайғап, қора сыпырып жүру деген, Құдай сақтасын, азаптың азабы. Ол ма? Үйде, яғни теген күйеуінің үйінде менен де өткен 30-ға жеткен, немесе бір баласын арқалап бойынан ажырасқан қыздары болса ше. Ойбай-ау, кеше ғана өзі келін болғанда бәрін қарық қылса, неге қайтып келеді? Онысымен тұрмай мына менің тұрғанымнан істеген ісім, сөйлеген сөзімне мін іздеп, қит етсе шешесіне мұңын шағып, «Мама, ана жеңгеміз менің баламның сирағынан шымшып алды» деп сызылып, немесе ағасына қарап, «Братан, сүйіп алған сүйектіңізді таңдауда қателесіпсіз. Кеше ол шай құйып отырып, менің Алигімнің аяғына ыстық шай төгіп, күйдіріп тастай жаздады» деп мияулап тұрса ше. Асан қайғыдан бетер осындай елес ойдың шырмауында оралып жанып тұрған тозақ отына өзімді өзім тастағандай шошып қиялдың кемесінде жер орта теңізінен бастап мұзды мұхитқа дейін аралап отырғанмын. Сондай сұмдық пиғылда адамнан жасырғанмен Құдайдан жасырып қайда барасың? Сол пейілімен бе әлде өзім солай дүниеге келгенде еншіме жалғыздық тиді ме? Сопы басым сопиып, өмірі жар құшып, бала сүю бұйырмайтынын сезгендей жанға қарамай қақшиып, алдыма келгенді тістеп, артымнан келгенді теуіп, өмірі жігіт сүйіп көрмеген ерінім кеуіп, жан-жағыма қарап, орнымнан көтеріле бергенім. Орда бұзар 30-ды алқымдап, сезім деген пәледен салқынсып, салиқалы адам болып жер орта жасқа жақындаған кезім. Күнделікті күйбең тірлікті тындырып, тірлік дегенде өзімнің өлмес ауқатымды істеп жеген жалғыз қасық, бір тәрелкені жуудан басқа не болсын? Қара түнді қақ жарып кешіп отырған ойымның орманнан алыстатып, түннің тыныштығын бұзып, тұмсығымен дарбазамның тақтайын түзеп, менің правиламның қатып қалған заңын сызып, өшіргеннен бетер бип-бип деп тылсым түнді тітіркендіріп, бір УАЗик автокөлігі дарбазаның сыртында бажылдап тұр. Әке шеше қой қарап кетіп, үрер етім де, жұмсайтын бауырларым да жоқ. Құдай жалғыз, мен жалғыз, кімді сергетейін? Самаладай жарықты жағып жіберіп, даусымды көтере, «Ау, бұл қайсың?» деп айқай салдым. «Өзіміз ғой», дейді УАЗик ішінен әйелдердің дауысы қосарлана. «Түйе жоғалтып па едіңіздер?» «Мал емес, адам іздеп жүрміз». «Немене, менің үйім адам сататын базар ма екен, әлде адасып осында келіп пе?» «Адаспаса да осы үйде тұрады деп сеніп келдік. Бұл үйде менен басқа жан тұрмайды, ал ол кез келгеніне мойын бұрмайды. Бізге сіздің мойныңыз емес, түгелдей өзіңіз керексіз. Керек болсам түспейсіздер ме? Көліктегі мен жердегі әйелдер айтысы емес шығар. Міне керемет. Түсу үшін есік ашпайсыз ба?» «Есік ашық, дарбаза жабық». «Сол дарбазаңды ашсаңыз, көлігімізді кіргізіп қояр едік. Маған құда түсіп келіп бедіңіздер. Сірә көріп келдіңіз бар-ау?» «Көріп келім емес, сезіп келім бар». Содан айтса жүріп, қораға кіріп, екі әйел, үш еркек топырлай түсіп жатыр. Танымайтын, білмейтін адамдарым. «Әй, жүгірмек-ау, ана жәшіктер түсіршеші» деп бұйыра сөйлеген ұзын бойлы әйелдің сөзінен соң жарты магазин көшіп бергенде 4-5 коробкадағы жабық заттар, бір жәшік шампанский, орамды маталар, тағы бірнеше сөмкелер үйге қарай бет алды. Магазинге зат қабылдап алған дүкеншіде қақшиып мен тұрмын. Орта бойлы бір әйел үйге кіріп кеткен. Менің екі туып бір қалғанындай діңк-діңк етіп самаурынды алып шығып шай қойды. Ұзын бойлысы төрге көрпеше салып, дастархан жайып, осы үйдің адамындай нан турап, өздері алып келген коробкадағы заттарды ашып, конфет, печенье, қияр, қызанақ, алма жүзім, арақ, шампан, не керектің бәрін қойып жатыр. Өңім екенін, түсім екенін ажырата алмай тілім байланып мен тұрмын. Колбаса, сары май, бөлішке, нандар, не керек дастархан әп-сәтте жайнап шыға келді. Жалғыз бөлке нанды 3 күн жейтін мен жазған. Шын мәнде абыр-сабыр адамдармен жайнаған дастархан үйдің сәні екен-ау деп іштей мойынсынып тұрмын. Кесе шәйнекті қойып, шадринский сүтін ашып, самауырды бұрқыратып әкелген орта бойлы әйел жайғасып шай құюға ыңғайланғанда, қолдарын жуып
үш еркек кірді. Қайсысы менің күйеуім екен деген мысқыл ойдан шағым ашылғандай, ал енді маған түсіндірмейсіздер ме? Бұл не вечер дедім, түсімді суыта. Бұл шын мәнінде құдалық, деді ұзын бойлы келіншек. Құдалық болса көршілерді шақырмайсыз ба? Ертең ол ел не дейді, дедім сабыр сақтап. Рас ау-ей, Олжакүл, сен барасың ба, иттері жоқ па, деді. Бұл ауылда ит жоқ. Содан Олжакүл күйеуіме әйтеуір бір еркекті жетектеп көршідегі Шырынкүл апа, Сақып апаларды шақырып келді. Ел жатпаса да түн қараңғысы болып қалған мезгіл. Ойбай, Шырынау, той деген мында екен ғой, деп екі көрші апай таңдайларын қаға келді. Кім-кімді алуға келгенін жоқ, мені жалғыз қақпас еді деп мына үш жігіттің біреуі маған басыбайлы беруге келгенін мен білмеймін, апалар. Сіздер куә болсын, ертең түнімен уазик толы жігіттер келіп менің үйіме түнеп кетті демесін деп сіздерді шақырып отырмын. Өзім танымайтын бұл кісілердің ешқайсысында, дедім ағымнан жарыла, іш толы ашу. Бұл не басыну ма, жанашыр жоқ жалғыз қыз бізге не істейді деп күш көрсету ме деген ойлар басы жарып бара жатса да шыдап тұрмын. Шырайжан, сен отыр, дастарханға жақында қызды кім сүймейді, қымызды кім ішпейді деген сөз бар. Біз танысып, білісіп, достасып кету ниетіміздегі адамдармыз, деп сөз басталды. Ұзын бойлы жігіт ағасы. Біз үшеуміз ағайындымыз. Мына екі келіншек екеуміздікі. Менің атым Боранбай, мынау інім Жауынбай, деп өздерін таныстырды. Мына келіншек менікі аты Нұрила, ал енді мына апайлармен өзіңізбен танысқанымыз үшін алып қояйық, деп арақ пен шампан толы стакандарды соғыстырды. Көрші апайлар да екі-үш тост өткен соң сөз алып, жалғыздық құдайға жарасқан, мал екеу болмайды, бас екеу болмайды деп көпіріп келе жатты. Ал менің болашақ күйеуім бетімен бет болып тұрған көз әйнегінің үстінен сүзіле қарап қойып үнсіз. Рөлде болып ішпей отырмас, сыпайы бойдақ боғысы келді ме, стакан ұстамады. Талай мысал, талай сөз десте-дестемен айтылып, осы қазір мені қолына қондырып алып кететіндей мәз-мейрам құдалар өздеріне айтып, өздері күліп риза кепте. Менің аянышты халімде түнде қу тіземді құшақтап жалғыз жататынымды қайғыра елестетіп көзіне жас алған Нұрила абысын бет орамалымен мұрнын сипап өтіп, үйде де дүниеде де қолдың кірі, ал жалғыздық деген құдай сақтасын сұмдық қой. Біздің Дауылжанға бас қоссаңыз, алақанымызды салып аялап өтер едік. Ол үйде де сенің алдыңда шығар ешкім жоқ. Құдайдан сұраған момын жандар, ал енді алғаш рет келсек те сіз жайлы толық мағлұмат алғанбыз. Өзіңізге сеніп келдік. Мынау Дауылжанның базарлығы деп алып келген жәшік тәттілері мен бір рулон матасын, оған қоса неке сақинасы мен менің өмірі тесілмеген құлағыма салар сырғасын алып келіпті. Мыналарды көргенде сақтап отырған сабырым қамалын қақ жарып алға шықты да, сонда мені базардан қойдың пұлын төлеп жетектеп жөнелердей біржола ен салып алып кетуге бел байлап келген сияқтысыздар ғой. Бірің боран, бірің жауын, бірің дауыл болғанымен менің жан дүниемдегі қақаған аяз бен құрсаулы мұзды жібіте шаруаңыз жоқ екен. Сезімді сеткіткізер қанттың қарамағындай жылуы жоқ жүрегім ешкіммен тайсалмайды. Бұйрық болған күні тұрмыс құрармын. Болмаса сіздер ойлаған оңай олжа мен емес. Мына дүниелеріңізді жинап алып үйімді босатыңдар. Мұсылмандыққа салып төрден жай бердім. Ал жетегіне еріп кете берер мен мал емеспін деп шығарып салдым. Қарсы сөз айтуға қаймықты ма ешқайсысы тіл қатпады. Қартайған сайын қатыны өлген, ажырасқан, әйелі бала көтермеген небір қырма сақалдар жағдай айтып келгенімен бойдақ жігіттің базарлығы есімде қалып қойды. Қыздар-ау, мүмкін болса жас кезінде теңді тауып үйленген дұрыс. Әйтпесе мен сияқты еркектерді електей өткізіп өмірің өтеді, деді.